Oğlum sana dasını yapmadım söyledi. Ata денсаулығыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Жақсымын. Ата, мен сізден бір нәрсе сұрауға келдім. Айта ғой бала. Менің түпкі атам туралы білгім келеді. Енді сенің атаң Ерғали Қайролла деген аты. 1909 жылы туған. Осы мынау Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы мынау Темірбек деген жерде туған. Қазіргі заманның ісімен айтсақ, сол Темірбек Крупская деп аталып кеткен. Крупская Лениннің өнегі жолдасы болған, Надежда Крупская деген. Соның атағымен көпке дейін соны аталып кеткен. Қазір бірақ енді Темірбек деген. Сол жерде атаң туып өскен. Бәріміз де сөйледім. Атаң 1909 жылы менің әкем мен Бақтали дегенмен екеуі бірге туған. Әкесі бір. Менің әкем. Ол кезде мектеп болмаған, білімді қайдан алған? Атаң деген ол мынау ескіше арабша дейді ғой ол уақытта. Сол біздерде ол уақытта жаңағы молдалар араб тілінде жаңағы Құранның тілі содан жаңағы үйретіп оқытқан. Ал енді атам жаңағы Қайролла бабамыз сол Темірбекте ишан үлкен молла қалпе дейді. Жансақ өрбісін Жансақ деген молда болған. Сол мешіт ұстаған жаңағы Темірбекте. Мешіттің орны әлі бар дейді осы. Көріп келгендер бар. Сол мешітте жаңағы білім алған. Ескіше. Арабша ол ескіше. Менің үлкен атамның қандай тағы өнерлері болды? Енді атамның Қайролла ағамыздың, бабамыздың ол кісінің жаңағы терме айтатын, өлең айтатын, аздап болса да өлең шығарып, жаңағы жолдайтын қасиеттері, өнері болды. Ол кісі дауысы сондай жақсы өлеңге. Жыр айтатын еді, өлең айтатын еді, біздер жас кезімізде осыны тыңдап өстік. Ал осыдан жаңағы жанармай қапсада қоймасының меңгерушісі бар, соған бензовоздар мен машинамен ораздан май тасып. Ата, айтқаныңызға көп рахмет, аман болыңыз. Ой, сен де рахмет көп. Жасың ұзақ болсын, өнерің үстем болсын, атаңа тартып, жақсы азамат бол, оқуыңды жақсы бітіріп, жақсы азамат бол. Рахмет.